Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Назарларыңызға сирек және құнды кітаптар қорынан жерлесіміз аудармашы Жүсіпбек Хамзаның аудармасымен 1938 жылы Қазақстан көркем әдебиет баспасынан латын қарпінде қазақшаға аударылып жарық көрген, есімі Украинаға ғана емес, күллі әлем әдебиетінен ойып орнын алған Николай Островскийдің «Құрыш қалай» шынықты кітабын ұсынамыз. Әлемнің 75 тіліне аударылған әйгілі романда 20 ғасырдың басындағы қазан төңкерісі басталған жылдардағы азамат соғысы, Украинадағы азамат соғысы, сондай-ақ қат-қабат қиындықпен бетпе-бет келген Павел Корчагиннің бейнесі арқылы сол замандағы еңбекшіл рухты, тынымсыз тіршілікті, болашаққа мақсат қоя білу қажеттілігін әңгімелейді. Екі бөлімнен тұратын романда басты кейіпкер етіп алған Павел Корчагин негізінен автордың өзі. Азамат соғысы мен Кеңес одағын құру жолындағы ауыр кезеңді бастан кешірген Павка Корчагин 24 жасында көз жанарынан айырылса да, өмір сүруге құштарлығы жойылмай, құрышқа айналуы суреттеледі. Сонымен қатар, романнан жазушының нақыл сөздерін де оқуға болады. Өмірге деген құштарлықты айқындайтын нақыл сөзінде өмір төзгісіз болып кетсе де, қалай өмір сүру керектігін біліңіз, өзіңізге пайдалы жағын алыңыз. Бұл жазушының болашаққа шабыт сыйлайтын бағыт-бағдарының көрегенділігі деуге де болады. Құрметті оқырман, келешек ұрпақтың болашаққа қарай талпынысын нығайтатын атақты романдардың авторы атанған Николай Островскийдің шығармаларын кітапханамыздан алып оқуларыңызға болады. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.